Сәлем достар, біз бүгін панкейк пісіреміз. Ол үшін бізге 280 грамм ұн, 2 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, 100 грамм сары май, 800 грамм жылы сүт және де 2 шай қасық көпсіткіш керек. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық қосылған қоспаларымызды біркелкі қылып араластырып болған соң, оның үстіне ұн саламыз. Салған ұнымызды барынша жақсылап араластырып аламыз. Панкейкке керекті барлық заттарымызды қосып, бір-бірімен жақсылап араластырып болдық. Қызып тұрған табаға панкейктерімізді аз мөлшерде құйып, барлығын пісіріп аламыз. Барлық панкейктарымызды дәл осылай біртіндеп пісіріп аламыз. Барлық піскен панкейктарымызды дастарханға өз қалауларыңыз бойынша сүзбемен не болмаса шоколадпен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын!